армысың осылаудым. Бүгін мындай бір мәселе, мындай бір әңгіме қозғайын деп отырмын. Енді ауыл арасында, елдің арасында тоқал деп айтылады, бірақ тоқал деген ол ажырасып келген әйел. Ол любовницаға ешқандай қатысы жоқ ол термин. Любовница туралы айта кетейік, сол әңгіме болсын бүгінге. Кеше палашып отқанда, расклад жасап, жаңағыдай эфирде отқанда бір хабарласты, сондай мы любовники, посмотрите нас, итп. Күйеуің бар дейді, и любовнигін қарап берші дейді. Енді ор екендерді білесіз, ұят аят деген оларда ештеме жоқ. Біз енді әлі де болса да ұят, әлі де болса да обал болады, әлі де болса да жаман болады деген керемет қазақи тәрбиеде өскен адамбыз. Сондықтан аяғына шейін сол тәрбиемен кетеміз. Енді сол мәселе туралы айтып кетейін. Екі жолда тұр. Қайсысы екенін қазір өзіңіз ашып қарайсыз, өзіңіз түсініп, ары қарай ойланасыздар. Біріншіден, материалдық жағдай, мансап көтерем, жұмысым оңалады, Мальдиваға барам, Дубайға барам, қыдырам, қаңғырам, сол маған дядька, сол папик маған осылай билет алып береді, осылай маған күшті өмір сыйлайды деп, сол мәселесі бар. Мүмкін жалғыз басты ана шығарсыз, сол ер азамат солай көмектесіп, сондай сіздің қол жетпей жүргеніңізге жеткізеді деп ойлайсыздар. Энергетикаңыз, күш қуатыңыз бәрін төгесіздер, бірақ мені еш нәрседе энергияны бергеннен басқа дым жоқ. Енді мансап берсе берген шығар, бірақ желкеңізден сығып алады ол энергияның бәрін. Сіз бай жоқ, күш қуатыңыз жоқ, ауру, көбі солай өшіп солып жатады. Сізге сол керек па сондай өмір? Қазір қыз-келіншектерге айтып отырмын. Мен қазір біреу тыңдауы мүмкін, түсінбеуі мүмкін, тыңдамауы мүмкін. Енді өзіңіз, бірақ айтар сөз айтылу керек. Екінші мәселе, бұл қыз балалары кішкентай күнде әкесін қатты жақсы көреді. Анасын сырып тастайды да, әкесін еркек ретінде көреді. Анасын орнында болғысы келеді да, типа это мой папа, типа это мой папочка, типа это мой әкешім деп. Ал сіздің анаңыз бар ғой, ол сіздің әкеңіз ғой. Ол сіздің күйеуіңіз емес, ол сіздің ағаңыз емес, ол сіздің еркегіңіз емес. Ол әке саған өмір берді, жарық дүниеге әкелді. Оның қасында, әкенің қасында ана бар. Сол үшін сіз өмір бақи екінші боласыз. Сол үшін сіз ешқашан күйеуге тие алмайсыз, егер мына әке шешені қадір қасиет қылып бүйтіп қойып қоюыңыз керек. Ойланасыздар, бір түйін келеді, аман есен болып.